Әңгіменің екінші бөлімі. Әңгіме ұнаса, каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Нағашы қамшы көтерме, жиеннің наласы жаман болады. Мен сөйлеуім керек, өз тілімді өзім кесіп өлетін болдым. Жалғанда тілің барда мылқау болу қиямет екен. 4 жыл болды, қарындасыңызға да бір ауыз жылы сөз айтқан жоқпын. Мұнан да оқ түйіп өлгенім дұрыс па еді деп өршелене сөйлеп тұрып алыпты. Әй депті, әкең қараңғыда бетіне түйіле қарап, Түркістанға барып әулиеге бір жеті түнеп кел. Қалғанын бір Құдай өзі біледі деп үйге кіріп кетіпті. Сонан кейін деймін мен де ақырын күтіп абдырап. 3 күннен кейін ымырт жабыла, кеш жарық деп кіріп келгенде қатыны шалқасынан түсіпті. Бала-шағасы үрпиіп сайрап тұрған мылқау әкеден сескеніп, бұрышқа тығылыпты. Сол күні түн жамылып сенің әкеңе келді. Қайран Қожа Ахмет әулиенің қасиеті-ай, 3 күнде тілімді шығарып жіберді ғой деп, самбырлап сөйлеп кіріп келгенде, менің де зәрем қалмады деп, апам сөзін аяқтады. Әкем не деді? Әкенің қалғанын бір Құдайға тапсырдық деді. Сол диуана біздің үйдің ең жақыны Дәу көкемнің үйінде жайбарақат шай ішіп отыр. Есік алдындағы ағаш сәкіде ала шапанның өңірін ашып тастап, гүлді кеседен ыстық шайды рахаттана сіміреді. Көне қоржынды беліне теңдей артқан сұр есегі сәмбі талда байлаулы тұр. Анда-санда оқыранып, оң аяғымен жер тартып қояды. Апа, диуананы қара деп әкем мен шешемді тастап, сол үйге қарай құстай ұштым. Төрде ала шапан, белім буған белбеуінде кинодан көрген солдаттардың су құятын кішкентай торсық құтысы. Онымен қатарлас әкемнің ағасы Нысан көкем. Екеуіне Айған апам ысылдаған самауырдан баптап, шай құйып беріп отыр. Ассалаумағалейкум деп Дәу көкемнің қолын алдым. Ол қолын ұсынып болғасын, егімен қатар отырған диуананы нұсқады. Көкеңнің қолын ал, Ерәлінің баласы ғой деп күмбірледі. О, нағыз нағашым екенсің ғой, Алла жолыңды оңғарсын деп қос қолын ұсынды. Алақаны тершең екен, бір түрлі жиреніп кеттім. Үстінен де әлем тапырақ иіс мүңкіп тұр. Айған апам маған да шай құйды. Әудем жердегі ағаш сәкіде әкем мен шешемнің дауыстары естілмесе де төбелері шошайып көрінеді. Осыны енді қоймайсың ба? Қоятын жасқа жеттің ғой деді Дәу көкем кесені қолына ала берген диуанаға зеки сөйлеп. Биыл 50-дің 5-еуіндесің. Ішсем халықтың сауабын ішіп, халықтың берген садақасын алып жүрмін. Сіздің неңіз кетті? Харамасқа аузын былғап жатқандар аз ба? Сонда да деп Дәу көкем тосылып қалды. Әйтеуір бір диуанаға садақаларыңды бересіңдер ғой. Онан да туған жиеніңнің жегені сауап емес пе? Халқың онсыз да диуана. Байдың асын байғұс қызғанып. Найсаптың сөзі. Кейуана кесесінің бетін басты да ешкімге мойын бұрмай бата жасады. Алла берекесін беріп ынсаптарыңды зор қылсын, аштық болмасын, жер қозғалмасын, соғыс болмасын, әумин. Дәу көкем диуанаға көзінің астымен бір қарап алақанын жайды. Жылжиын, қалған несібем Алладан деп малдасын жазып, орнынан тұра алмай иығыма қолын салды. Тастай қатты алақаны иығымды жаншып жіберді. Орнынан сөйлеп әрең көтерілді. Дәу көкем шай құйған әйеліне иек қағып еді, ол жүгіре басып шоланға кіріп, бір тостақ бидайды оқырынып, әрең тұрған сұр есектің арқасындағы қоржынның бір басына ақтара салды. Алла несібеңді тауыспасын, нағашымның ырзығы таусылмасын, деп диуана қос қолын жайып тағы да батасын берді. Осыдан кейін қараңды көрсетпе деп Дәу көкем қабағын шытып, даусын қатты шығарды. Оны бір Алла біледі, кімнің қарасын кім көрерін. Мәскеудің түбінде топырақ боп томпиып қалғанымда, қарындасың тұл қалып, жиеннен туған жиен шарларын шұбырып келмеседі. Бұл жалғанға колхоздың тракторын кім айдар еді, соқасын кім тартар еді, солар болмаса. Аллаға разымын, айырлығымды жасырған. Мынау кіші нағашымның деп тырнағы өсіп кеткен кір-кір саусағымен мені нұсқады. Әкесі Ерәліге ризамын, пәлен жыл өтірігімді жасырды. Бірақ бұл жалғанда жүзіңді жасырғанмен тіліңді жасыруға болмайды екен. Қарындастарыңа разымын, мінімді бетіме баспады.
сол қарындастарың болмаса, сол деді де беліне байлаған солдат құсын қолына алды. Мына торсықты 41-ші жылы соғыстан мылқау боп қашқанда беліме байлап қайтып едім. Міне 30 жыл жаныма серік болды. Су шерлігім бар екен деп дөңгелек қақпағын бұрап ашып судан бір ұрттарды. Суы таусылып қалған ба? Құдағи құдықты мұп-мұздай суынан толтырып құйып берші деп Айған апама ұсынды. Ол қас пен көздің арасында құтыны суға толтырып әкелді. Диуана бір ұрттады да мейірі қанған баладай сөйлеп кетті. Құдықтың суының тәттісін-ай, мынадай тәтті суды өмір ішпеген шығармын. Нағашы, бәріңе ризамын. Ораза бітіп пітір жинадық. Қоржыным тоқ, қарашы, есегімнің белі майысып деп бір жағы қызыл бидай, бір жағы ақын толы қоржынды әрең көтеріп тұрған сұр есекке сүйсіне қарады. Қарындасың күтіп отыр, несібем мол. Енді сол қарындасыңа арнап қамажайға салайын деп ала шапанның етегі делеңдеп арлы-берлі қозғалақтай билей жөнелді. Теле безерден көретін өзбектер сияқты қолы дамылсыз ербеңдеп бір отырып бір тұрады. Нағашысына тура қарап мойнын бүлкілдетіп те қояды. Жиеннің әрекетін жақтырмай қараған дәу көкем алдына кеп қос өкшесін көтеріп секіріп кетеді. Мен үрейленіп орнымнан ұшып тұрдым. Беліндегі мұздай су құйылған солдат құтысы шалп-шалп етіп әуенсіз биге салып, бір орында тұра алмай шыр айналып жүр. Дәу көкемнің онсыз да қызғылт өңі шихандай қызарып кетті. Әшейінде жиеннің жүрісіне өлердей намыстанатын кісі мына көріністі ешкім көрмес екен деп ұяттан жарылардай боп әрең отыр. Нәлеті тоқтат енді, мұнан былай менің есігімнен аттаушы болма. Онсыз да аттамаймын. Бұл нағашы өзіңе деген, үйде ырыздық күтіп отырған қарындасыңа деген ырзалығым. Әсіресе қарындасыңа айтарым жоқ. Шұбыртып 9 еркек туып берді. Мәскеудің түбінде шошайып қалсам қайтер еді. Атбайлары қалмаған Әлмахан атанып қазақтың да саны көп емес еді. Сол туған бала қазір Қызылтаңның жерін жыртып егінін орып жүр. Диуана биін аяқтап ентігіп сөйлей бастады. Бір мезет құтысының қақпағын ашып, тамағы бүлкілдеп, судан бір ұрттады. Мына судың тәттісін-ай деп тамсанады. Су ішерлігім бар, пақырмын ғой. Нағашымның үйінен жұтып отырмын. Соңғы суымды деп үзеңгіге аяғын сала бере, есегін құшақтап сылқ түсті. Жаңа ғана қаңбақтай үйіріліп қамажайға билеген еркек, ала шапанның етегі түріліп, сұр есегін құшақтаған күйі қоржынға басын салып, қимылсыз қалды. Бар әкең айт, жиен билеп жүріп. Дәу көкем бір қарағанда ытқи жөнелдім. Әкем мен шешемде орындарынан тұрып осылай қарай беттеген екен. Әке Диуана Әлмахан билеп жүріп дей бергенде, өңі өрт сөндіргендей боп қуарған әкем сөзімді іліп әкетті. Билеп келіп, билеп кетті ғой. Сол мезет зіл тартқан қоржында ауырсынып, денесіне жабысып тұрған өлі денеден сескенген сұр есек ащы дауыспен ақырып қоя берді. Әңгіменің соңы. Назарларыңызға рахмет.